Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары, судағы қауіпсіздікті сақтамау салдарынан облыс су айдындарында азаматтардың қайғылы оқиғаларға ұшырауы орын алуда. Осы орайда бақытсыз жағдайлардан аулақ болу үшін судағы қарапайым ережелерді сақтауларыңызды өтінеміз. Су жағасындағы демалыстарыңызда шомылып жүрген балаларды бақылаусыз қалдыруға болмайтынын еске саламыз. Суға түсу ережелерін сақтап, дұрыс пайдаланғанда ғана су өмірдің қуанышы мен рахатын, денсаулық пен көтеріңкі көңіл күй сыйлайтыны анық. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті. Бүгін 9 тамыз 2020 жылы Қызылорда облысы төтенше департаментінің дағдарыс жағдайындағы жедел басқару орталығына 12 сағат 48 минут шамасында Қызылорда қаласы Пищевик саяжайының тұсында Сырдария өзеніне белгіленбеген жерде Қызылорда қаласы суға батып кеткен жөнінде хабарлама келіп түсті. Осы хабарламаға сәйкес Қызылорда облысы төтенше департаментінен 3 бірлік техника, 10 қызметкер, полиция департаментінен 10 қызметкер, 3 бірлік техника және жедел жәрдемнен 1 бірлік техника, 4 қызметкер басында оқу орнында жұмылдырылды. Қазіргі таңда Қызылорда облысы төтенше департаментінен 2 бірлік водолазтық топ іздестіру жұмыстары жүргізілуде.